баланың жауырыны жабысқан кезде қалай жасаймыз массажды, қалай ашамыз, соны көрсететін боламын. Қолымызға кішігірім майды алып аламыз. Бірінші арқаны сипалаймыз, сипалап аламыз. Одан кейін қыздырып аламыз. Қыздырғаннан кейін массаждаймыз. Өстіп массаждап болғаннан кейін, баланың арқасын қыздырып болғаннан кейін ғана біз жауырынын ашуға кірісеміз. Ол үшін баланың қолын аламыз. Кішкене шынтағынан бүгеміз да сыртқа қарай кішкене қайырамыз. Сол кезде жерде жауырын кішкене ашылады. Соны төмен, жоғары массаждаймыз. Екінші жағы да тура солай. Артқа аламыз, шынтақтан бүгеміз, кішкене сыртқа қарай и массаждаймыз. Болғаннан кейін жаттығуларын жасаймыз. Осылай жауырынды бірте-бірте ашамыз, бірденеміз. Қазір мен сіздерге баланың жауырыны жабысқан кезде